Тәуелсіздік тағылымы осындай тақырыппен егемендіктің 30 жылдығына, ұлт көсемінің 155 жылдығына арналған Жезқазған технология және сервис колледжінде ғылыми конференция өтті. Әлихан Бөкейханның ғұмыры мен қазаққа қылған қызметі, жазылған еңбектері іс-шараның негізгі мазмұны болды. Бірліктен айырылған ел қаңғып қалады. Қазақ баласы бірігіп тізе қосып іс қылса, халықтық мақсат сонда орындалады. Бостандыққа апаратын жалғыз жол ұлттық ынтымақ қана. Ұлт көсемінің қалың еліне айтқан өсиеті осы. Алаш қозғалысының негізін қалаушы және жетекшісі, Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы. Бір сөзбен айтқанда күрескер ретінде із қалды. Әлихан Бөкейхановтың яғни саяси қызметі және де оның өмірі жайлы баяндалып өткен болатын студенттердің мақалаларында. Әр студент өздерінің зерттеу жұмыстарын осы конференцияда қорғады. Және де бұл кезде айта кетерім, жалпы Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігін алғаннан бастап, осы Қазақстанның 20-30 жылдары өзінің басынан өткерген саяси қиын ахуалды кезеңдерін қазіргі таңда зерттеп, соның саяси бағасын беруге үлкен мүмкіндіктер туып жатыр. Яғни Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бері осы мәселелердің барлығы түбегейлі зерттеліп жатыр. Және де осы өзіміздің бірінші президентіміз елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру мақаласы аясында осы республикалық деңгейде осы Алаш партиясының қызметі және де оның бағдарламалары түбегейлі зерттеліп, соның барлығы қазіргі таңда осы жарыққа шығып жатыр. Алдыңғы толқынның пікірінен кейін студенттер өз баяндамаларын жасады. Әлихан Бөкейханның ұлт мұраты жолында қандай тәуекелге барғаны және нендей қиындықтарға жолыққаны баяндалды. Сегодня у нас прошла конференция, посвященная 155-летию. Бүгін біздің колледжде ұлт көсемі Әлихан Бөкейханның 155 жылдығына арналған ғылыми конференция өтті. Мұндай конференциялар жастар, яғни біздер үшін өте маңызды. Себебі мұндай тұлғаның өмірін біз білуіміз керек. Осындай шараларды жиі өткізіп тұрамыз. Бүгінгі қорғаған тақырыбым Алаш қозғалысы мен қазіргі заман идеясы жайлы болды. Мұндағы мақсат Әлихан Бөкейханның Қазақстанның тәуелсіздікке жету жолындағы күресі. Рассказать о нелегком пути к независимости Казахстана. Әлихан Бөкейханның 1917 жылы жалпы Сібір съезі қазақ депутаттар деген мақаласында қазақ баласы бүгін болмаса ертең өз тізгіні өзінде жеке мемлекет болады деген. Алаш көсемінің айтқаны 1991 жылдың 16 желтоқсанында жүзеге асты. Жер, тіл, адам құқығы мен әділдік һәм қазақтың тұтас тәуелсіздігі. Ұлт көсемі осы қасиетті ұғымдар үшін күресті, сол үшін талай тауқымет тартып, сол жолда жанын қиды. Айта кетейік, Қарағанды облысының Октябрь ауданына Әлихан Бөкейханның есімін беруді қарағандылық депутаттарда бір ауыздан қолдады. Қарағанды қалалық мәслихатының кезектен тыс 4-ші сессиясында қабылданған шешім енді республикалық ономастика комиссиясында қаралмақ. Гүлім Маратқызы, Нұрбол Іздікбаев, Дидар телеарнасы.